Кванттық скачок қалай жасалынады? Осы видеоның соңына дейін қараңыз, мен сізге кванттық скачок жасаудың нақты формуласын беремін. Мынандай сөз бар ғой қазақта: оңай да емес, қиын да емес үй болу деген. Дәл сол сияқты реально оңай да емес, қиын да емес скачок жасау. Кез келген жерден, сен қазір қандай жерде тұрсаң да, қандай қиындықта тұрсаң да, қандай қарызда тұрсаң да, ақшаң жетіспейді, отношение мүмкін дұрыс емес, мүмкін денсаулықпен проблема болып жатыр. Сен қандай қиындықта жүрсең де, біз адам болған соң біз сезінеміз. И сол қиындықты сезінеміз, қарыздан құтылу керек дегенмен жүреміз. Немесе ақша табу қиын, бір нәрселерге жетпей жатады, үнемі содан қиналамыз. Отношение болатын болса, дұрыс емес отношениеден қиналамыз. Бірақ бұның барлығын сен саналы түрде жасап жатырсың, бессознательно жасап жатырсың, өзіңнің санаңмен жасап жатырсың. Осы нәрсені, когда біз осознавать еткен кезде ғана, мойындаған кезде ғана, оказывается, мен мына өмірдің барлығын мен өзім бессознательно жасап келіппін. Ол қалай бессознательно жасалынады? Ол сенің бала кезден көргенің, бала кезден естігенің, әке шешеңнің өмір сүру салты, әке шешеңнің ақша табудағы мүмкін қиындықтары, мүмкін жеңістері, мүмкін сынулары, әке шешеңнің бір-біріне деген отношениесі, әке шешең болмаса да, өмірде, қоғамда, айналаңдағының барлығын біз солай сіңіріп алғандықтан да өзімізге көп нәрселерге рұқсат бермейміз. Сондықтан да қазір осылай қиналып жүрміз. Осы нәрсені түсінген кезде, оказывается, менің қазіргі қиналып жүрген өмірім, менің қарызым, менің ақша жетпей жатқаны, менің отношениеге кіре алмай жатқаным, немесе отношениеде қиындықта жүргенімнің барлығы, ол менің ғана қабылдап алған, сол көріп өскен нәрселерімнен қалған, соның ғана жиынтығы екен дегенді мойындаған кезде ғана біз әрі қарап өте аламыз. Мынандай нәрсе ғой, кванттық заңдылықтар, Алла бізге барлығын беріп қойған дегенде естеміз де, бірақ та оны терең сезінбейміз. Себебі шындықта Алла бізге уже бәрін беріп қойған. Сенің қалағаныңның барлығы дәл қазір сенің өміріңде пайда бола алады. Прикинь, дәл қазір сен қалаған өміріңді сүре аласың. Енді қазір осы жерде давайте өздеріңізге сұрақ қойыңыздар. Менің қалағаным дәл қазір менде болса, мен не сезінетін едім? Ол сіздің идеальный отношениеңіз болуы мүмкін. Немесе ол сіздің какой-то бір 3 миллион теңге, 10 миллион теңге тапқан болуыңыз мүмкін. Ол сіздің үй алуыңыз болуы мүмкін. Осы сұрақты өзіңізге қойыңыздаршы. Дәл қазір, сіз мүмкін қазір квартирада жүрсіз, мүмкін біреудің үйінде тұрып жатырсыз, мүмкін ата-енеңізбен тұрып жатырсыз, үйге қолыңыз жетпей жүр, тырысып жатырсыз, бірақ болмай жатыр. Енді осы жерде өзіңізге сұрақ қойыңыздар. Менің қалағаным дәл қазір менде болса, мен не сезінетін едім? Например, үй. Менің қалаған үйім, менің қалаған ортада, қалаған центрда, қалаған жерімде, менің қалаған үйім 3 комнатама, 4 комнатама, 6 комнаталық па үйім менде болса, мен қалай сезінетін едім өзімді? Деп өзіңізге сұрақ қойыңыз. Сол кездегі шыққан сезім, кванттық әлемде осы сезім біздің двигатель, яғни біздің моторымыз осы сезім. Осы сезім арқылы біз қалағанымызды ала аламыз, представляете? Ал біздің болмай қалады, көбінде, мысалға мен үй алуым керек дейміз, и басымызда өте көп ойлар бар, қорқыныштар. Ақша қайдан келеді, қашан болады, мен қазіргі мына жағдайыммен ақша таба алмаймын ғой, ақша келу қиын ғой, мен үй алуым үшін мен ақша жинауым керек бірінші. Потом оған ипотекаға алатын болсам, уже ипотекаға алдым делік, оның өзінде 15 жыл төлеймін, сонда мен қашан өмір сүрем, ол қиын, қазір маған ол ипотека первоначалка салудың өзінде менде ақша жоқ деген сияқты ойларымыздың, біздің соның барлығы біздің скачок жасауымызға, прикиньте, сол үйді бізге келуіне мешать етіп жатыр. Яғни біз не жасап жатырмыз? Өткен опытымыз арқылы бізге келетін нығметке өзіміз мешать етіп тұрмыз да. Өзіміздің қорқынышымыз, өзіміздің сенімдеріміз, убеждение дейді ғой, сенімдеріміз, программаларымыз, мүмкін әке шешеміздің сценарийі арқылы өмір сүріп жатырмыз да, бірақ біз оны көре алмаймыз. Өзіміз туралы ойымыз, оның барлығы біздің сол қалаған нәрсемізге жеткізбейтін, өзіміз қойып алған сондай блоктар, представляете? Когда осылардың барлығын, осыны түсінген кезде, оказывается, мен осы нәрсені қалап, состояниеге кіре алатын болсам, осы ойлардың барлығын жіберетін болсам, сол состояниеде өмір сүріп бастайтын болсам, скачок болады.
яғни реально сіздің өміріңізде сол кезде скачок жасалынады, реально, потому что менде уже бірнеше қыздар именно осы техникалар арқылы үй алып жатыр. Я Астанадан квартирасын алды, Алматыдан 4 комнаталы үйін алды, 2 комнаталы квартирасын алды деген сияқты клиенттер, маған келген оқушыларым осындай нәтиже көрсетіп жатыр. Яғни бұл жерден түсіну керек нәрсе, енді маңызды түсіну керек бір нәрсе, маған өзіме өте мықты инсайт болған нәрсе мына нәрсе болды да. Сен дейді да, сен қазіргі өміріңді, қазір саған келу керек ақшаны, қазір саған келу керек какой-то бір нығметті, үй мүмкін, машина, мүмкін сенің арманыңдағы өмірді сенің өткенің ұрлап жатыр дейді да. Сенің өткенің ұрлап жатыр. Ол не? Өткенің деген сенің программаларың. Сен сеніп келген әлем. Прикиньте, яғни біз настолько сондай мусор, өзімізге керек емес мусорды жинап алдық та, и сол мусор, сол жинаған опытымыз біздің қазіргі бізге скачок жасауға мешать етіп жатыр. Қалағанымызға жетуге мешать етіп жатыр. Сондағы айтқым келіп тұрған мына нәрсе ғой, кейбіреулері сенеді да, скачок болатынына, кейбіреулерге андай бір мистика сияқты көрінеді. Ой, невозможно сияқты, өтірік сияқты, елдер жаңағындай бір қуып кеткен сияқты көреді. Именно осы өзімен жұмыс жасап жатқан адамдарды көрген кезде. Потому что олардың настолько сондай сенімдері жібермей тұрады, дәл қазір сен қалаған өміріңді сүріп кетесің деген нәрсеге. Бірақ та білесіздер ма, кім жеңеді? Кім жеңеді, кім реально озып кете алады? Именно өзінің ішіндегі осы программалармен танысқан адам, өзінің ішіндегі осы сенімдермен жұмыс істеген адам, өзіне сол нәрсені рұқсат бере алған адам. Маған өткенде бір кісі мынандай сұрақ қойды. Умекен ханым, мен уже 7-8 жыл осы проработкада жүрмін да, бірақ та менде мынандай сұрақ, бәрі рұқсат беру деп айтады. Рұқсат беру деген не нәрсе жалпы өзіңе депші? Рұқсат беру деген нәрсе ол сенде дәл қазір сенің қалаған үйің бола алады деген ойды өзіңе кіргізу. Скачок, өзіңе кіргізу дегенде де ол миыңа кіргізіп, деп қою емес, ол ішіңе кіргізу, денеңе кіргізу. Нағыз скачок қай кезде болады? Бұл скачок жасаудың өзінің кәдімгідей этаптары бар. Сен бірінші миыңдағы саналы түрдегі сенімдерден өтесің. Одан кейін эмоциялардан шығасың, одан кейін қайталанып жатқан сценарий, парадигма, оның барлығын көресің, одан кейін ғана сен түсінесің кванттық физиканың заңдылықтары қалай жұмыс жасайды. Бұған дейін бізге айтып келген, алға саған уже бәрін беріп қойған деген нәрсені осы кезде түсініп бастайсыздар ғой, представляете? Реально сол кезде сезініп бастайсыздар жүректеріңізбен, реально ол Алла бізге уже бәрін беріп қойған екен. Сонда не үшін біз өміріміздегі қиындықтарды создавать етіп жатырмыз, Қазір осындай сұрақ болуы мүмкін. Оказывается, Алла ладно бәрін беріп қойыпты. Не үшін сонда мен әлі де скачок жасап кете алмай жатырмын? Не үшін әлі мен сондай бір күшті нәтижеге жете алмай жатырмын? Себебі біздің жинаған опытымыз, біздің көрген мүмкін қиындықтарымыз, мүмкін қуаныштарымыз, мүмкін біреудің өміріне көрген нәрсенің барлығы бізде настолько факт ретінде жазылады, и даже ол нәрсеге мы не сомневаемся дейді ғой. Біз даже күдік болмайды, бізде ол реальность емес екеніне. Прикиньте, бұған дейін біз сеніп келдік, қатты жұмыс жасасаң көп ақша табасың. Немесе кейбіреулер тез үй алып кетіп жатса, значит олар сондай бір адам, жолы болушы адам, оған Алла бере салды. Ал маған келген кезде бермейді, менің жолым болмайды деген сияқты осы жердің өзінде өзімізге байланысты да өте сондай дұрыс емес, жаңағындай сенімдерді, шешімдерді қабылдап алғанбыз да, өзіміз туралы. Жолым болмайды үнемі, басқаларда скачок болуы мүмкін, бірақ тек қана менде емес. Потому что мен қанша жылдан бері уже, наверное, осы видеоны көріп отырсаңыз, уже сіз біраз жылдан бері өзіңізбен жұмыс істеп келе жатқан адамсыз. Қанша курстар алдым, бірақ неге өзгеріс жоқ деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ та ол өзгерістің өзінің этаптары бар да. Себебі кейбіреулер ойлайды, мен только травмамен жұмыс жасасам, менің өмірім өзгеріп кетеді деп. Жоқ, сен травма деген, ол травма, блоктар деген, ол жалпы не нәрсе? Яғни мен қазір айтып отырғанымның барлығы, мына жерде скачок болатын болса, сол скачокқа дейін бізде өту керек этаптар бар. Өту керек этаптар бар. Бұл өту керек этаптар кімдерге? Өте травмасы көп адамдарға, көп нәрсеге сене бермейтін адамдарға, дәл қазір сенің өміріңде үйлі бола аласың дегенге егер сіз сенбей тұрсаңыз, онда именно сіздің осы сенімдеріңізбен жұмыс жасағаннан кейін ғана барып біз мынаған жете аламыз. Енді осы жерде тағы бір типтегі адамдар бар да. Адамдарды мен қазір екі типке бөлетін болдым. Біреулері өзіне өте оңай рұқсат бере алатын адамдар. Олар қандай адамдар? Олар сенің айтқанның барлығына просто сенеді.
просто осылай ма дейді да, просто жасайды, прикиньте, просто жасайды и результат алады. Менде осындай бір қыз болды, бір жыл алдын ғой деймін, или бір 9 ай алдын келді бір қыз, жағдайы өте нашар жағдайда келген қыз, и мен ол қызға айтамын, сен қазір скачок жасай аласың, сенің қалаған үйің дәл қазір сенде бола алады. И ол анау тұрады да мен берген техниканы жасап бастайды. Просто 20 күнге жетпей жаңағы қыз 4 бөлмелі үйлі болады ғой, представляете? Яғни сондай адамдар бар да, сен не айтасың, соны просто деп просто жасайтын. Ал екінші типтегі адамдар бар, просто білім жинай береді, ананы білсем мен күшті болып кетемін, мына курсты алсам күшті болып кетемін, тағы бір нәрсе білсем күшті болып кетемін. Жоқ, сен никогда күшті болмайсың. Сенің даже солай ойлаған ойыңның өзі сендегі қайталанып жатқан сценарий, представляете? Сіз ана курсты алдыңыз, мен күшті болып кетемін деп, екінші курсты қызық көрдіңіз да, қызық, оны тоже алдыңыз, и уже бұл сценарий болып кеткен ғой, прикиньте. Мен ал курсты алсам күшті болып кетемін. И сізде мынандай ощущение болады да, курсты алған кезде, болды, менің өмірім өзгереді, вообще классно болады. Бірақ просто сен жасамайтын болсаң, сен техниканы жасамайтын болсаң, сенің өміріңде результат болмайды, прикиньте. Потому что бұл нәрсенің өзінен мен өзім өткем да. Осыдан бір 5-6 жыл алдын менде сондай болатын. Қазір родовой программаны алам мен, родпен туралы жұмыс, наверное, осы пазл жетпей жатыр менде. Осыны алам да, мен күшті болып кетем деп ойлайтынмын. Бірақ курсты аласың, потом ана жерде жасау керек, сен бәрін біліп аласың да, и бірақ жасамайсың. Жасамаған кезде сенде реально результат болмайды. Получается, не айтқым келіп тұр, скачокты просто сен не обязательно саған жылдар бойы медитацияда отырып, жылдар бойы практика жасап, скачоктың өзім зерттеген нақты өзімнің авторлық методикамен нақты берілген техника арқылы кез келген адам дәл қазір қалағанын өзінің өміріне алып келе алады, представляете? Бірақ та оның өзі ішінде сізде кәдімгідей саналы түрде денемен, эмоциямен дайын болу керексіздер. Сізде білім болу керек та, кәдімгі қазір сіз көбіңіз да, наверное, дәл қазір өте көп ақша тауып кете алмағаныңызға өте мықты сенімдісіз. Неге? Потому что бұл нәрсеге сіз өмір бақи сеніп келдіңіз да, и бұл факт сияқты. Қазір мүмкін менің айтып жатқан сөзім дәл қазір сіз өте көп ақша тауып кете аласыз, немесе дәл қазір үйлі бола аласыз деген сөзім сізге бірандай мистика сияқты, бір қуып отырған адам сияқты естілуі мүмкін да, бірақ та бұл реально осылай. Когда сіз осыны дәл қалай негативке қалай сеніп жүрсіз, позитивке болады дегенге, менде де сондай бола алады дегенге солай сенсеңіз, сіздің өміріңізде де дәл осы нәрсе болатын болады. Яғни скачоктың формуласы, жаңа айтам деген, скачоктың формуласы ол қандай? Ол сен қалаған өміріңде дәл қазір сол өмірде сүріп жатқандай сол нәрсені сезіну, сол эмоцияны сезіну. Яғни бізге жеткіліксіз миға кіру, бізге денеге түсу керек. Потому что біздің денемізден шыққан вибрация біздің қалаған өмірімізді бізге как магнит тартып келеді. Сондықтан да мимен жұмыс жасалынады, конечно, бірақ та состояние денеге кіргенде, сен денеңмен сезінген кезде, дәл қазір сенде сол үйдің барына денемен сезінген кезде, сенде өте мықты, өте тез уақыттың ішінде сол үйлі болып кете аласың. Немесе кез келген қазіргі сен үшін бір арман, қол жеткізбейтін бір ұзақтағы арман, мақсаттарың дәл қазір сенің өміріңде осы техниканы жасағанда, яғни сен уже мына сұрақты қойып көреміз, яғни менің қалаған өмірім дәл қазір менде болса, что я чувствовала бы? Не сезінетін едім мен сол кезде? Сол кезде сенің ішіңде сезім оянады. Сол сезімге кіріп, сол денемен сезіну соны. Сен уже сол үйде тұрғандай сезіну, уже сол үйдің есіктерін ашып, терезелерін ашып, кәдімгідей айнадан кіріп жатқан таза ауаны до такой степени сезінген кезде, мұрныңнан суық ауа кіріп, денеңе кіріп жатқанын дәл реальность сияқты сезінген кезде, сіздің өміріңіз автоматты түрде өте тез өзгеретін болады. Егер осы видео сізге қызық болса, пайдалы болса, ойларыңыз болса, қарсы ойларыңыз болса, келісетін ойларыңыз болса, онда лайк басыңыз, подписка жасаңыз, жақыныңызбен бөлісіңіз және комментарийға өз ойларыңызбен бөлісіп кетіңіз. Және кванттық скачок туралы қандай нәрсені тағы да білгіңіз келеді, соны осы комментарийға жазып кетсеңіздер, мен келесі жолы соған арнап видео түсіретін боламын.